Тағылымды тұлға бағдарламасының бүгінгі кейіпкері Алакөл ауданының белгілі азаматы, ұстаз, педагог Мұхамедбай Мыңбайұлы атындағы орта мектептің іргетасын қалаушысы Мұхамедбай Мыңбайұлы. Білім саласының қайраткері, білікті педагог Мұхамедбай Мыңбайұлы 1920 жылы 24 наурызда Алакөл көлінің жағасындағы Тоғызтүбек елді мекенінде дүниеге келген. Ол кісі құрметіне мектеп ішінен музейде бой көтерген болатын. Сыйласымды болыңдар. Сыйла, сүй арқасынан қақ. Мейірбандық жаса, көңілін өсір, қолдан келген көмегіңді бер деген атамыздың бұл сөзі бар. Бұл сөздің астарындағы ақиқат пен аса даналықты тек саналы адам ғана ұғына алады. Дәл осы кісінің арқасында таяуда тұратын талай балалар білім алуға мүмкіндік алды. Өзінің үлкен үлесін білім әлеміне қосты. Талмай ізденіп, еңбек қылған адамның артынан тек игі істерінің жемісі ғана қалатынына нағыз дәлел бола білді. Ол кісі есімізден еш ұмытылмақ емес.